Сосын олардың ана дворянский род дейді ғой, бәрі түркілер ғой, біздің нелеріміз, туысқандарымыз ғой бәрі. Иә, Дворянский родтар. мынандай трактат бар. Происхождение русских фамилий, имеющих тюркские корни деген үлкен жаңа кітап бар да. Сол жақта бәрі жазылған. Тургенев, Достоевский, Булгаков, Толк, бүкіл жаңа жазушылар, поэт, анау енді белгілі адамдар бәрі түріктен шыққан, Украинадан шыққан. Иә. Соны айтсаң, бұлардың ана бір жерлері күйемі, бір бәле. Байқадың ба? Жоқ, оларда енді мойындаса, бәрін мойындаса, оларда жоқ деген сөз ғой, бәрін мойындаса. Түк қалмайды десің оларда. Иә, түк қалмайды ғой. Қазірдің өзінде спортта мысалы орыстар жоқ. Спортта Кавказ, татарлар жаңа, басқа халықтар. Сосын шоу-бизнес полностью жаңағы армян, сосын жаңағы украиндықтар полностью певец, әншілер. Наукаға барсақ, наукада еврейлер бәрі еврей. Иә.